Сәлем достар, бүгін мен қаржылық сауаттылық туралы сіздермен бөліскім келеді. Жинастырған, зерттеген 17 пункттен құралатын жақсы ақпараттарым бар. Біріншіден, табысыңыздан ақшаңыз артылып отыру қажет. Бұл сіздің жалақыңыздың табысыңыздың мөлшеріне қатысты емес, жалпы сізге келетін табыс кірісіңіз бен шығысыңыздың айырмашылығы болу керек. Плюсте, шығыстан кейін де сізде бір плюсте ақша қалу керек. Енді нөлмен шықпауыңыз керексіз, енді одан да ауыры енді минусқа кіріп кетпеуіңіз керексіз. Және де бұл кәдімгі расымен де бұрын 100 000 теңгеге де өмір сүрген адам 200 000 теңге алса да жеткізе алмай, ақшасы артылмай отыру мүмкін. Сондықтан ол сіздің қызметіңізге, табысыңызға, нақты сомаға байланысты емес, жалпы сіздің қаржылық сауаттылығыңызға байланысты. Және жыл сайын кем дегенде инфляцияға, қаржылық инфляцияның пайызына сай сіздің де табысыңыз өсіп отыру керек. Енді ол түсінікті жағдай, өмір қымбаттай береді, тамақ, дүние барлығы қымбаттап жатыр, сондықтан сіздің де табысыңыз соған сай кішкене өсіп отыру қажет жыл сайын. Келесі екінші пункт, әр табысыңыздан 10%-ын міндетті түрде алып қаласыз, бірден алып қаласыз да жинай бересіз. Оны қайда инвестициялау туралы қазір бөлек айтамын. Үшінші пункт, қаржылық қорғаныңыз болуы тиіс. Бұл жаңағы инвестициядан бөлек сіздің табыс көзі жойылады деген бір вариант болса, немесе табыс көзіңіз жұмыс жасамай бір жарты жыл ештеңе жасамай бір демалып жатсам да, сіздің өміріңіз сол деңгейде жалғаса беретіндей, жарты жыл өміріңізге жететіндей сіздің қаржы қорғаныңыз болу керек. Келесі пункт, кіріс пен шығыс есебін жүргізу. Қазір телефонда түрлі оған арналған бағдарламалар бар, соны жүктеп алуыңызға болады. Күнделікті қолыңызда жазып отыру ыңғайлы, немесе тым болмаса Excel-ге, бірақ та ештеңені ұмытпай, нақты барлығын жазып отырып, одан кейін соған сараптама жүргізіп қараңыз кірісіңіз бен шығысыңызды. Келесі пункт, бюджетіңізді жоспарлау. Бұрын мысалы конверт деген жүйе болды, соған ұқсас қазір енді онлайн жүйелерді қарауыңызға болады. Мысалы ақшалай ақша келгенде сол мысалы 4-5 конвертке бөлінеді. Кәдімгі базалық бір шығындар, тамақ, коммуналды қызмет төлеу деген сияқты. Киім кешек алу, оқу, демалу, қыдыру деген сияқты өзіңіз бөліп қоясыз конверттерге, тақырыптар бойынша өзіңіздің өміріңіздің ары қарай содан артық сол конверттен алынбайды деген сияқты. Келесі, мемлекеттің түрлі сыйақылар туралы хабардар болып жүру және оны қолдану. Расымен де мемлекеттің беретін көптеген сондай сыйақыларын білмей қалып жатамыз. Сондықтан соны зерттеп қолдануға тырысып жүрміз. Келесі, банк карталарынан максимум кэшбэк алып үйрену. Яғни салыстырыңыз шарттарын, пайыздарын, қазір ол өте сәнді, кәдімгідей жақсы сома кэшбэктен жиналып қалады. Келесі, сапаны жоғалтпай отырып үнемдеп үйрену. Тағы да сол. Демалыс орындарында мүмкін бір купон, акциялар болатын шығар, бір жерлерден, басқа бір сайттардан соларды қолданып, алып, үнемдеп үйреніңіз. Келесі үлкен жақсы пункт, бұны жақсы көремін мен, қажетсіз заттардан арылу. Активті өсіру. Мысалы, үй ішіңізді бір қарап шығыңыз, 1-2 жылдан бері қолданбаған заттарыңыз болуы мүмкін, техника ма, киім ба, оны егер де басқа біреу қолданып пайдаға асыра алатын болса, әлі де оны сатсаңыз бірталай ақша аласыз. Келесі, табысыңыз жетпейтін нәрсені алмау. Егер де сіз қазір
кредитті алып одан кейін табам енді деген сияқты бір оймен кредитке бір нәрсені алатын болсаңыз, ол дұрыс емес. Мысалы, ипотекаға үй алу енді ол қалыпты жағдай, ал премиум класстағы бір керемет бір көлікті кредитке алу, бұл енді сауатты, қаржылық сауаты бар адамның іс-әрекеті емес. Келесі пункт, ірі сатып алуларға сіз жарты жыл, кем дегенде жарты жыл, бір жыл бұрын дайындала бастауыңыз керексіз. Немесе сіз үнемдей бастайсыз, бұрынғы мысалы шығындарыңызды азайтасыз, немесе табысыңызды өсіресіз. Яғни сол үлкен ірі сатып алуға жақсы бір қор жинауыңыз қажет. Келесі пункт, егер сізде ипотека болса, оны мерзімнен бұрын жабуға әрекеттенесіз, және одан басқа кредит алмайсыз. Келесі, жинаған ақшаны инвестиция, облигация, акция, тағы да басқа жақсы құралдарға салу. Ол үшін сіз өзіңіз барлығын зерттеп, жақсылап үйренуіңіз керексіз, немесе бір маманға жүгінесіз. Бірақ та ол маман сіздің ақшаңызға жаны ашымайды. Енді оның бір кәсіби, яғни қызығушылығы болады әрине, бірақ та өзіңіздің ақшаңызға өзіңіз жауаптысыз. Сондықтан бірінші нұсқа дұрысырақ. Сондықтан зерттеп, үйреніп, өзіңіз зейнетіңізде пассивті табыс түсіп отыратын жақсы бір жоспарыңыз болу керек. Келесі пункт, сіздің портфеліңіз диверсификацияланған, яғни бөлінген. Барлық жұмыртқаны бір корзинкеде сақтамаймыз делінеді ғой, сол сияқты. Түрлі елдерде мүмкін ол түрлі актив түріне, жалпы түрлі жан-жақты, әртүрлі салада инвестицияңыз жан-жақта болу керек ақшаңыз. Келесі, түрлі құжаттарға қол қоярда міндетті түрде ол құжатпен танысып шығасыз, оқып шығасыз. Ол өте маңызды. Келесі, өз құқыңызды білуіңіз қажет. Мысалы, ол күнделікті бір тауар сатып алғанда, оны қанша күнде қайтара аламын деген сияқты өзіңіздің сатып алушы ретінде құқыңыз. Немесе әуе билеттерді мүмкін бір кешігулер болғанда бір деңгейге мүмкін құқыңыз бар шығар. Соларды енді көбінесе болады, сондай жақсы бір олар шығыныңызды, моральды, материалды өтеуі қажет шығар. Солардың барлығын өзіңіздің құқыңызды толық жақсы білуіңіз қажет. Және соңғысы, түрлі кітап, фильм, сериал мүмкін қарағанда осындай қаржылық тақырыптағы жақсы қазір түсірілген дүниелер көп. Сондай тақырыпта таңдап қарасаңыз, сізге пайдасы өте зор болады. Себебі уақытымызды құр босқа біреудің өмірін желілерде қарауғаннан гөрі өзімізге пайдалы дүниелерге жұмсағанымыз енді маңыздырақ. Сондықтан сіздің қаржылық жағдайыңыз, өміріңіз тек сіздің қолыңызда. Сауатты болайық. Сау болыңыздар.